Ассаламу-алейкум. Өте дәмді етті бәліш дайындаймыз. Алдын ала електен өткізілген 700 грамм ұнымызға 400 грамм мұздатқыштан алынған сары майымызды аунатып, үкіштен өткіземіз. Екеуін алақанымызда ысқылап, мынандай түйіршіктер жасаймыз. Айранымызға жарты шай қасық ас содасын, жарты шай қасық тұзды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ұнымыздың ортасын ашамыз, айранымызды құйып, қамыр илейміз. Қатты қолымызға жапсатын болса, кішкене ұн сеуіп жібереміз де, қамырымызды илеп, үстелде жақсылап біркелкі болғанша илеп, пищевая пленкаға орап, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Кесек етімізді ұсақтап тұрып тураймыз. Менде 500 грамм сиырдың еті, қойдың еті де болады. Ыдысымызға саламыз. 250 грамм пиязымызды ұсақтап тураймыз. Етімізге саламыз. 1 картоп, немесе 2 картоп ұсақтап турап, ыдысымызға саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырымызды аламыз. Қамырымызды теңдей екіге бөліп аламыз. Ұнның көмегімен қамырымызды жаямыз. Менде формам 40-30, яғни ұзындығы 40, ені 30. Қамырымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Шетке қойып қоямыз. Формамызды сулап аламыз да пергамент қағазын жаямыз. Қамырымызды орналастырамыз. Салмамызды салып, қолмен тегістейміз. Басын қыраймыз. Үстіңгі қамырын жаямыз. Тура солай жаямыз ұнның көмегімен. Үстін жабамыз. Шетіндегі артық қамырларын кесіп аламыз. Бізге ол әрлеу үшін керек. Пергамент қағазын көтеріңкіреп, 2 қамырымызды жабыстырып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, сондықтан оңайға түседі. Басын қырап шығамыз, жаймен, қатты баспаңыздар, жаймен басын қырап шығамыз. Жаңағы қалған қамырымызды жаямыз да, қалауларыңызша гүл жасайсыздар ма, вырубкаларыңыз болса, неше түрлі гүлдерді жасап, бетіне жабыстырасыздар. Бір жұмыртқаның сарыуызына, яғни сарысына 2 ас қасық сүт қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бетін біркелкі етіп жағып шығамыз.
әрлеуіне мак немесе күнжіт сеуіп 180 градус қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің етті бәлішіміз дайын, өте дәмді, жасап көріңіздер. Фото есептеріңізді Instagram желісіндегі Бонди парақшама дайректке жіберіңіздер. Сіздермен бірге болған Балжан Канафина. Ұнаса, пікір қалдырыңыздар.